ер азаматтың бойында кездесетін басты қасиет батылдық, сабырлық, әділдік, адалдық. ер азамат ұстанатын ең негізгі ұстаным патриот болу, Отбасына мейірімді болу, жарына адал болу, нағыз әке болу. ер азаматтар жалпы қоғамнан, біздерден нені күтеді, не күтеді? Жарынан адалдық, отбасынан мейірім, қоғамнан жылылық, адамнан әділдік. Отан қорғаушылар күніне орай көтерілген сауалдар бойынша ой бөлісіп, рухани сусындау үшін 6 мамыр күні 15:30-да гимназияның мәжіліс залында өтетін ең мықты тақырыбындағы іс-шарамызға шақырамыз. Ұйымдастырушылар Қырмызы қыздарымыз, ұстаз аналарымыз. ақ жаулықты әжелеріміз. Олай болса, сіздерді ең мықты кешінде Асыға күтеміз.